Жанларым, келе қойдыңыз ба? Азыр сіздерге шай бермен ашып қалған шығарсыз, а? Одып тұрыңыз. Асап, бема кет. Қарлығын өшіріп қойын, жағы егіп отырмын. Папаңыз электросеттің басылығымен. Көк шай ішесіз ба, я қара шай ішесіз ба? Я пибрайк ба, сарбасайды, мұздай алып. Вай, онда бар төсектерді жинаң бар, нелер сыпырып жуың бар. Кашық түтек шайыне қой ұлыма. Ей кетіп еді ғой, садақаға. Ақ көйлек, кіржаған, қызлар сынап тұрмаған. Жүректің... Шауқылмаспай, шумылмаспай тыныш отырың яқшы ма? Мен астен кете берейін онда. Бір жерге барып келуім керек. Ана үтікті өшірің яқшы ма кейін? Мен айна светлердің барлығын өшіріп қойын, жағы егіп отырмын. Папаңыз электросеттің басылығы емес. Айтпақшы, ана үтікті өшірдіңіз ба? Яқшы онда мен кеттім ал. Қырылыспай тыныш отырың яқшы ма? Ана ауқатты ыстып жең кейінен. Кейін мына столдың үстілерін жақсылап сыпырып тап-таза қылып қойын. Айтпақшы, үтікті өшірдім ба, көшіп бер? Ай, мен кеттім ал, аяқ киімдердің барлығын бір шетке жинап қойын яқшы ма? Ай, сол үтікті өзім-ақ өшірейінші сол. Өшіп тұрған екен ғой. Қалайсыздар, денсаулықтарыңыз жақсы ма? Аман есен жүрсіздер ма? Мама, папа қалай? Жақсы ма? Қойып тұрың аз. Алло. Ай, үтікті өшірдім бе, өшірмедім бе, көшіп берші? Ауырым қырап тұрпан ай. Ауырып тұрған болсаң, мама, скорый шағырай қау. Алло, скорый. Мама, скорый шағырып қойдым. Скорый шағырдым? Вай, онда бар төсектерді жинаң бар, нелер сыпырып жуың бар. Кашық түтек шайыне қой ұлыма. Бар, ана залдан таза көрбешілер деп қайт. Бар, сода жатама, ұятып қалады. Скорый шақырған кезде үйін ет деген не екен ай? Болды апа, денсаулығыңыз жақсы, просто жатып демалыңыз керек. Брат, үй тап-таза я, жан-жақларыңа қараса. Лума шаң жоқ я. Ава, тап-таза екен. Неге өй деп айтып атса? Просто секелімінде ішім үйді жалап, тағырылып олыма тазыладым да. Ай балам, мына комнатада біздің күйеуім жатыр бет, ауырым құрап. Сонан барып көріп кеттің да? Болды, көреміз ғой апа. Папа! Победа Украины и Европы. Это были самые Ой! Міне қағып көрінсам, просто ояқтап жинап кетемін да. Докторға, қалай, папам жағдай жақсы ма? Енді саған келле жеуге болады. Келінлердің түр-түрі болады. Современный келін. Шайден не жақтан? Көк шай ішесіз ба, я қара шай ішесіз ба? Я пибрайк ба, сарбасайды, мұздай алып, ысыда я. Нық кетеді сырный палочкамен. Гринкиді өзім аламын ау. Қаттыға жуас келін. Шай қойын ба? Әй, сенен бір. Бір не қалдың бұл? Ажырастырып жүрмейсіз ба енді? Сол бұл. О, мен жөтелдім ғой әзір. Бір не қалдың бұл? Хитрый келін. Ассалаумалейкум, не қалды? Ой, бүгін не сұлу болып кеткенсіз ғой? Сұлулығыңыздың сыры неде өзі сіздің? Кеше инстаграмға екеуміздің түскен фотоны қойып едім ғой. Қасымда подружкаң кім дейді маған? Сөйтіп болып, бұл подружкаң емес, бұл менің енем дедім. Ойбай. Сөйтіп әме сынып қалды, номеріңізді сұрайды. Ойбай, бере берсем болады. Қалай беремін мен? Ауқатта қара жібейін, Қой, яқ, отыр сен. Отыр. Бүгін өзім мен ауқат пісіріп берейін өз қолдарыммен. Өзіңіз пісіресіз ба? Сіздің қолыңыздан өзі ауқат жегім келіп жүр бет, ені. Блогер келін. Ене, шай ішің, қойып тұрың, шай ішпей тұрың. Бір история түсір жібейін, Міне бүгін енеменен біздер шай ішіп отпыз. Міне, қараң, біз сізде дастарханда исат жоқ деп ойламаң, бұл 3-тен 1 бөлімі әзір. Құдайдың өлімі. Не қып отсаң? Әзір блогер болу керек. Ене, подписчик жинау керек. Әзір әмме сондай блогер болып кетеді. Бұл жерде қымбат затлар тұрады. Қымбат шай жеміз, памперс, анау, мынау, май, бәрі бар ғой. Ертең бартер рекламаға істесеміз, мынандай болып кетеміз. Асат Пегастың конкурсына қалай болмасын қатынасып алу керек. 12 000 гарант, 25 000 прогноз дейді. Подписчик көтеріп аламыз, блогер боламыз. Соған мен қосып берің да, спонсор қылып. Қосып берейін. Бірақ мен бір шартым бар. Қандай? Қазір маған аккаунт ашамыз да, сөйтіп екеуміз бірден қосыламыз. Болды, ене блогер, келін блогер деп шығамыз екеуміз. Кейін сізге бір аккаунт ашып береміз, Хатипаш офишл деп. Қалай? Мама, үйге жора баланы әкелдім. Бүгін қонат кен. Солай. Ей, жанларым, келе қойдыңыз ба? Азыр сіздерге шай бермен ашып қалған шығарсыз, Одып тұрыңыз. Асап, бема кет. Азыр жора, Ана бала не ұшты үйде, Қонат деген не сол, Бүгін қонат деген не ол? Азыр бұл алдына есеп қоя алмаймыз ғой. Үйде есеп жоқ қой. Үйдегі өзі бақырып атыпты. Басын істеме, сені күтте бір ойланбайсың ба? Өткенде қонаққа деп қойған заттарымыз бәрін сіздер жеп қойдыңыз ғой сонда. Ал енді қонақ келді не қоямыз алдына? Бір ойланып күтте. Білмеймін, ана жоқ қыланы болған өзің.
Ey жан, жақсы отсам ба, үй ішлері қалай? Мамам папа қалай? Бәрі аман ба? Жақсы, апа. Ау, кеп тұр, үйге қона бер арқайын. На, азыр шай әкелдім, шай ішіп ал, я? Аш болып қалған шығарсың. Азыр варенье әкелемен, я? Апа актерский үшілі ғой. Театральныйға тапсыру керек. Кетіп алайын десең, баратын жерім жоқ, районский мында. Варенье әкелемен деймін, не варенье, үйде варенье жоқ. Анан кететін тұр жоқ қылана баланы. Не рыбым шығып атыпты алып уже. Азыр нан қояман деймін, нанам жоқ үйде. Бағана айттым мен саған, нан жауырып қайтты, қамыр ашымады келе. Сол ашымаған қамырды қояман ба азыр? Ой, мынау қай бала бұлай? Қонуға келдің ба? Молодец. Ана саттың жорасысың ғой, я? Молодец. Шай пай hazır. Шай әкепті ғой, я? Азыр жейтін затларын бәрін айтаман. Қатынға, я? Atan! Қалай естіп ана кім әкелді ана баланы? Ал папасы мен емес, мына жүгер демек қона, жүгер демек үйге айтып тұрған. Мен есеп ямайман ғой енді, ол көзін шыққан айтаман мен оны. Мен білмеймін, ана жора балалар келетін сөйтіп отыруым керек. Өзі бір күн кеп ұйықтаймын. Сен қатысың десең болды, сонда ана балаға. Мен айтпансаң түтіп қону енді сонда да өзің. Болдым, мен қонатын болдым ба, қомайтын болдым ба? Отаңма бәрін естіп тұр ғой. Қалайсың? Мама үйде ма? Ассалаумағалейкум. Мама. Жоқ еді ау. Жоқ? Қайқа кетті ал мама? Мам, мен кетіп еді ғой садақаға. Кімнің садақасы екен? Апамның садақасы екен ғой, апам. Апаң қашан емес па кеткені? Сол жыл садақасы екен ғой. Сол қазір бауырсақ беріп кетіп еді ғой. 5 жыл болды ғой апаң кеткеніне. Оу, 5 жыл сол. Юбилей, сондай шыққан ба қазір? Жаққа кетті, білмеймін апа. Болды. Қиналып кеттің ғой балам. Үйде болғанда мамаң ақша беріп кетейін деп едім ғой, қарызым бар еді ғой сол. Кете берейін әр. Ау, кімнің дауысы шығып жатыр? Ой. Үйде едім ғой, ұйықтап жатыр едім, оятпай қояйын деген ғой. Нешесін бере жатсың? Үйде сен ба? Үйде болсаң манты қазаның деп тұршы жайым, қонақлар келіп еді ғой жаңа. Сонда түсінбей қалдым. Сонда бір манты қазан үшін апамды өлтіріп жібердім ба? Кеше бір зарядчик деп папамды өлтірдім. Ой, бір нағып дедім ау, ашып мантық. И осы бір айтышқа құласа. Болды, ұнады, брат. Просто брат, айтайын да, бұны неге арзанға сатып отырсыз? Сол Қазақстанға кетіп бара жатыр, срочно ақша керек болады. Расын айта бер ажаға. Расын айтқанда құлас үйде аруақ бар. Аруақ? Ау, домовой. Кітте болады. Яға, қорқпаймын ондай істерден. Сондай ба? Ауа, жоқ затларға ол. Болды, рахмет. Қорқпаймын дейме? О, аттан. Бұл шұғылану керек қой. Кім о? Ешкім? Ақ көйлек кір жаған, қызлар сынап тұрмаған, жүрегіңнің жартысын бір зытқып тұрған қайдан. Ақ көйлек кір жаған. Қаяқта зарядчик 1 сағат болды іздеп жүрген бе? Жын ба, шайтан ба? Брат, мен ұлыма қатынасым жоқ ал. Ана жерде тұрды зарядчик. Маған ұлыма керек емес ал. Жын ба, шайтан ба деген сөздерді қойыңызшылар ұлыма. Сен кімсің е? Мен домовоймын. Домовой деген бой күттай болмайтын бе еді? Ой, ана орыстардың домовойы ғой, бой күттай жай. Петр Александр деген. Біздің Қаралпақтың домовойлары бой ұзын, здоровый болады сондай. Бағана айтты ғой үйдің хозяйыны. Үйде домовой бар, аруақ бар деп. Мен сол домовой деген. Сен бағана жүйден қорқпаймын деп, кітті ішім пыспыртылады қылады, түшіппайын ғой жерде. Брат, не ғой, ана бая кішкентай кезде айтатын еді бізге. Домовой деген қараңғы жерде мүйіште тұрады дейтін еді, сорасы ба? Ғой, брат, просто түнде біздер сабақ оқимыз да, сабақ өтеді да, тема оқымасаң мүйішке тұрғызып қояды да, сол кезде көріп алған шығарсың.